Сәлем достар, сіздермен жан-жақтар арнасы. Біз бүгін сіздермен небулайзер аппараты туралы айтатын боламыз. Ал кеттік. Бұл бізде небулайзер аппараты. Бұл аппараттың қызметі сұйық дәрілік препаратты ұсақ бөлшектерге бөліп, бу арқылы тыныс алу жолдарына енгізетін медициналық құрылғы. Сонымен біз небулайзер аппаратын жинаймыз. Ол үшін біз ең алдымен өзімізге қажетті дәрілік препараттарды туралап аламыз. Яғни дәрілік препарат бізде сальбутамол, физраствор керек болады, бізге спирт қажет болады, жылы су қажет, шприц және де дәке қажет болады. Ары қарай небулайзердің аппаратын жайлап бастап жинаймыз. Сонымен біз небулайзер аппаратының ыдысын аламыз. Оған дәрілік препарат сальбутамолды енгізіп бастаймыз. Дәрілік препараттың мөлшері жас ерекшелігіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Біз ересек адамға 2 мл сальбутамолды енгіземіз. Содан соң барып 3 мл физраствор енгіземіз. Бетін жауып, небулайзер аппаратының өзі орнатқыш қоятын жері бар. Сол жерге қойып қоямыз. Небулайзер аппаратының астына түтікті енгіземіз. Содан соң барып орнына қоямыз. Мына жағын түтіктің небулайзер аппаратына енгіземіз. Содан соң барып біз масканы спиртпен жақсылап ішін өңдейтін боламыз. Содан соң барып масканы кигіземіз. Небулайзердің ыдысын ақырындап маскаға жалғап қоямыз. Бәрін дайындап болғаннан кейін небулайзер аппаратының осындай басатын батырмасын басамыз. Содан соң барып бу арқылы уже басталып кетеді. Сол кезде бізде дәрілік препарат таусылғанша қосылып тұрады. Бұл шамамен 7-10 минут уақыт алады. Уақыт біткеннен кейін біз жайлап масканы шешеміз. Масканы шешкеннен кейін науқастың аузын сүртіп, жылы сумен аузын шайып жібереміз. Содан соң барып масканы спиртпен қайтадан өңдейміз. Содан соң барып ыдысты дезрастворға жібереміз. Сіздермен бірге болған жан-жақтар арнасы. Қош сау болыңыздар.